Саламатсыздар ма, менің құрметті гүлсегіш достарым. Мынау хлорофитум гүлі. Бұл хлорофитум деген өте бір жаңағы ауаны тазартып тұратын сондай бір жақсы гүл дегесін мен алып атроскасын егіп едім. Бұл атросканы көп береді. Бұл неприхотливый дейді ғой. Сондай неприхотливый гүл енді жақсы. Осындай су шашқанды жақсы көреді. Удобрение көп бермеймін. Осы гүлдерге удобрение құйғанда сол бірге құям енді. Так былай көбіне көп таза су құям, жылы таза су құям. Күтімі ондай қиын емес. Кішкентай 3 отростықты мынандай отырғызып едім, өзі осындай треугольный горшок, мынандай. Соның 3 бұрышына ектімді, кішкентай болды. Міне қазір осындай үлкен гүл болды. Өте әдемі, қақшиып кәдімгі күшті болып тұр. Су шашып қоям, анда-санда мынандай пульверизатормен, мынау Фаберликтің освежителі жақсы шашады. Өте мелкий, су шашатыны мелкий, жақсы шашады суды. Қазір осымен шашып жүрмін, объемы кішкентай, бірақ сонда да жақсы. Сомен шашып, су құйып, күтіп, баптап жатырмын. Өте керемет жақсы. Ауаны ең өсімдіктердің ішінде осы хлорофитумға жақсы тазартатын. Сол үшін егіп едім. Бір шамасы бар, менде осы атростықты жақсы береді. Жылдам тамырланады. Суға салып қойсаң, жылдам тамырланады. 2-3 күнде даже жайлап уже бере бастайды. Сосын ары қарай егіп, күтімін жасап егуге болады. Өте жақсы гүл. Сіздерде алып егіңіздер, қараңыздар. Үйлеріңіздің ауасы таза болсын, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Заман тыныш болсын. Сау, саламатта болыңыздар. Пока-пока. Осындай қысқа видео. Көп-көп рахмет сіздерге. Лайк басып, комментарий жазып, пікірлеріңізді білдіріп атқандарыңызға. Алла саулық берсін. Сау, саламатта болыңыздар.